алейкум, сайғылы телесерчилер, хаберлер вақыты студияда мен Фатиме Седометова чалышамбе шымдыки саатқа бойле малюмат. Ахмезжетте мектеп азбарында қадими мұсылман мезарылғыны таптылар. Туристлер 100 километр кетчіп келелер ве абаданлаштырылмаған кезлерінің зиярет варақасына етелер. Ахмезжетнің Марина қасабасында яны бала бақчасы ве зиманеве мектеп тез шекілде құрула. Каменка қасабасының сакенлері ятақ ханелерге шикайет етелер. Ахмезжетте балабан аллергияны берген осымлықны йоқ етіп башладылар. Бұл ведегерлік қаларыны бұзым яйнымызда сейір етіңіз. Қырым Жұмхуретінің юқары махкемесі ярмадада диверсия азырлағанында қабатланған Украин ватандашы Евгений Пановға укум чықарды. Махкеме нәтижесіне көре Евгений Панов 8 ел апыз жазасыны сықы режим колониясында кечірежек. Махкеме қарарыны 10 күн ішінде теміз етмеге мүмкін. 2016 сенесінің август айында Русия Федерациясының телюкесізлік қызметінде Қырымда Украин истихбараты тарафындан азырланған терактларны оғына алғанлары ақында хабер еттілер. Диверсияға азырлық көргенлері қабатында Украин гражданлары Андрей Захтей ве Евгений Панов яқыланған еділер. Панов өз қабатыны танымай. Оны Русия Федерациясының бұрқа жаза қануннамесі бойынша қабатлайлар. Оларының сырасында жинайетке азырлық көрмек ве оны кечірмек қанунсыз алда силя құланмақ, янында ташымақ ве сатмақ. Гызлі шекілде зейір патлайты жö ве радиоактив моделерні кечірмек кібі қабатлар бардыр. Кезлевдегі аққуш голю бұ шерінің зиярет варақасыдыр. Бұ ерге туристлер 100 километр кечіп келелер, ама гол етрафы аляда абаданлаштырылмаған. Ахмезжет Кезлев трассасында бүгінге қадар араба турағы яда пиаделер için кечетлер япылмаған. Гол янына есе не бармаған, не де тоқтамаға имкан ола. Бұ уникаль табиат объекті ақындар Хасиянова тарифете. Дульберве пек зарефлер. Бұл құшлар мұнда елге алышқан. Аққуш гөлінде жайып мұйты күмсіре. Мұнда санки аққушлар бе адамлар бір тілде лақырды етіп бір-бірінан лайлар. Единственное, что это такое живое, настоящее. С такой живой природой можно пообщаться. Не где-то в заповедниках, в зоопарках, а по-настоящему. Сасық Севаш голю енді онларнен елдевамында құшларының еві. Ахмезжет Кезлев елында енді ұзақтан еркезге ачық олған табиатының гүзел көшечігі көріні башлай. Оның ялысы елға келіп чыға, янындан ляқайт кечіп кетмек олмай. А знак видели? Там даже остановка запрещена, ну, в плане парковки. Мне кажется, посмотреть на такую красоту ничего не остановит. Керчектен де истеклелер пек чоқ. Ел четінде онларнен араба турадыр. Мұнда эмте Садуфин эмде 100 километр кечіп келгенлер бардыр. Ама құшларға яқынлашмақ ағыр меселе. Кейк табиатның көшечігі Керчектен де кейік қаладыр. Бұл уникаль табиат объектінің янына барған мақсыз ел йоқтыр. Ел бойы 300 метр ұзақлықта тоқтамаға ве тұрмаға олмай деген ішарет асылған. Пияде есе ичде кече алмаз. Чүнке не ел кечеті, не де уч фенер бар. Адамлар қорқа yolunu keçeler. Ama bu yolda pek çok kazalar olup geçe ve bazen de ölümden bitken kazalar rast gele. Polis arabası mında çok rast gele. Turistlerinin bu merağını hürmet eteler. Para cezasını yazmaylar. Faydası yok. Bu yerde toxtamağa istegenler pek çok. Araba aydavcıları şikayet eteler. Ne için keçitler ve toxtaf yerleri yasalmay. Yasalsa kimse son yol kadelerini bozmasıdı. Ну, хотя бы, я не знаю, тут какая-то парковочка, может быть, беседочка. Такая красота, чтобы люди имели возможность спокойно постоять, полюбоваться, отдохнуть. Гөл үстіндегі аққуш хикаялары онлар ел әвелсі башланған еді. Бұл құшлар инсанлар кібі язда женіпке өчіп келелер. Қышта есе өчіп кетмек кереклер, ама инсанлар оларны ашатала ве құшлар аш тапқан ерлерінден кетмеге істемейлер. Қышлыққа қалалар, ләкин сон бұзлайлар. Что, живой? Живой. Красавец. Это тот, который замерзший был. Бұзлаған ерінден құшларына ләқайт қалмағанлар құртара. Гонолелер ел қышта онларнен құшны құртаралар. Меня весь город, в общем-то, знал и называли Лебединой мамой.
О бутун өмір акушларны куртара, бака, шата, тедеви ете. Сон есе Кенияде азатлыққа йолай. Тамара Александровна 82 яшында. Оның көзлері яқшы көрмей, йолға пек сирек чықа, аяқлары ағырта. Ама гөл янына келсе, оның сесіне онларнен акушлар учып келе. Бұл кушлар санкионаты шекерлеріні бүлдере. Тамара Александровна 87 акуш куртарғандыр. Кушларының ерборының тарихыны хатырлай, санки тунебін олып кечкен адиселер. Это был 85-й, 6-й, 7-й год. Он у меня несколько лет жил на балконе. Он у меня на руках, и вот он своей головой меня вот так вот гладит. Жур адла хушны о уч сене баққан. Бұр-бұрыны сөзсіз анлай кенлер. Енді есе бұл хош азатлықта. Бүгінгі күнде де хошлар бұзлай, яда адамлар тарафындан зорланалар. Гонолелерінің айтқанларына көре, хаста хошны алып кетмеге ер yok. Біз бұл проблеманы угренеджек олдық. Чүнки шерде айван ве құш бақан клиника бар. А это ветклиника? Если с лебедем что-то, это к вам обращаться? Если вы привезете его к нам, потом заберете его, даже нам его держать негде. Я поняла, девушка, а это платная услуга, бесплатная? Платно. А сколько стоить будет? 339 рублей будет первичный прием, а остальное уже что назначит врач. Плюс лекарства. Привозить и отвозить нужно самим, да? Да, вы его забираете, потому что у нас здесь негде его содержать. Передержки как таковой нет, да? Нет. Ақуш чоқтан енді кезлевнің бір белгісі везиярет варақасы олып қалды. Бұл құшларының ең дүлбері инсанларға алышып, оларнен дост ола. Өз гүзелігінен инсанларны қувандыра, ама адамлар бұл фікірге да алышмағандырлар. Оның үшін ақушларға мұқайт олмайлар. Арзы Хасянова, Алишер Алимов, Милет үшін. Федераль мақсатлы программасы бойынша 74 объектінің құручылығы незарет алтында болуына. Девлет Милетлер ара комитетінің қадимлері ве құруджы шыркетлерінің векілері авто құручылық мейданына барып ішлерінің кетішатыны тешкерейлер. Бұқта федераль мақсатлы программасы суали ерне кетірув топлашывда белі олды. Тешкерувлерден ғайры топлашывда тыш қызметчелер бір объект бойынша малюмат берейлер ве меселе суалерні музакере еттелер. Тезден Ахмезжетнің Марина қасабасында яны бала бақчасы ве зиманеве мектеп пейда олажақ. Шымды бұл объектлерде құручылық тез шекілде алып барыла. Бізім телевизион тақымымыз бұл ақтаймен олды. Тавсилатлар Султанеси Такаеваның левхасында. Марина қасабасында мехияслы құручылық башланды. Тамамында 5 юсталебе үшін зиманеве мектеп олажақ. Шымды құручылар ички безету ішлеріне ве пенжерелер ерлештірілмесіне кечтілер. Бірден ішлерда 2 корпуста алып барыла. Библиотечный корпус и спортзал. Переходной административный, это вот маленькое здание, которое вот между нами. Столовая будет под актовым залом. 52 человека находятся сейчас постоянно, но будет увеличиваться по мере открытия новых фронтов работ. 3 единицы техники сейчас на объекте работают. 200 метрден сон да бір құручылық. 25 инсан тоқтамайып çalışалар. Бала бақчасыны құралар. Бүгінгі күнде бинаның монолит каркасы монтаж етілді. Уже перешли к заполнению наружных стен газобетонными блоками и параллельно делаем отводной наружный дренаж. Бала бақчаның ве мектептің açылуыны сабырсызлықнен бүтін қасаба беклей. Ама мектептен эвелке муэсесе келечек сене ойс қапыларыны açacak. Чүнки бірінші құручы шirket vicdansыз oldu. Нәтижеде аңлашма лягу етілді. Ишлер тоқтатылды. Ама шымды меселе чезілді. Объектте құручылық девам етмекте. Данный объект уже отыгран, есть уже победитель данного тендера, и на сегодняшний день он возобновил все работы. Я думаю, в середине 2019 года, а точнее в сентябре 2019 года, дети пойдут в данном микрорайоне в этот садик. Да, бір айдан сон қасабаның 120-ден зияде айлесі бүтін цивилизация неметлерінен қолана білежеклер. Мында 2 трансформатор станциясы ерлештірілді. Ве 3 километр электрик теминат бағлары кечірілді. Ве бұл сененің сонында мектеп өз қапыларына açacak. Кележек сене сентябрь айында есе 260 талебе бала бақчаға баражақлар. Султанеси Такаева, Дмитрий Низовой, Милет үшін.
Ахмезжетте Қырымның халық апалченлер көйнің 77 елығыны қайдеттілер. Тантаналы митинг ярымаданын назирлер Шура бинасының янында кечті. Анане оларақ бұқыну Қырым бари күнлеріні ве Қырымны ве Донбассны Украин милетчілерден қорчалап өйләк олғанларыны қатырладылар. Александр Кирич өйләк олған сон Славянск мұдафасы үшін медалін мүкафатланды. О Донецк шерінің янында июль 25-шінде 2014 сенесі Украин милетчілерінен ұрышында өйләк oldu. Mitinginin sonunda halk apalçenler abidesine çiçekler koyuldu. Ахмезжетте мектеп азбарында қадими мұсылман мезарлығын тапты,лар. Мезарлық кечірілген топрақ ішлері нәтижесінде тапылды. Шынды бұл ерде мутехасыслар чалыша. Шынды еңі сас вазифе деседлеріні адетлерге көре ғайрыдан деф нетмектір. Тавсилатлы Лилия Виджатның левқасында. Вот тоже человеческая кость. Шымды бұл ерде археологлар чалыша. Олар мында тапылған мезарлықның вақытыны белгілеме кереклер. Не башташлар, не де язылы весиқалар. Бір шей жоқ. В принципе, здесь видно, что человеческие захоронения не одно, а несколько. То есть это явно не какие-то единичные погребения, а целый такой кладбищенский комплекс. Женктен Эвель шырның мерkezінде мұсылман мезарлығы бар еді. Она яны мұсылман мезарлығы де еділер. Мезарлықның мейданлығы 13 гектар еді. Женк вақытында она бомба түшкен еді. 60 сенелері ise бұл ерге мектеп, бала бақчасы ве бір чоқ шақси евлер құрғанлар. По сути, до депортации крымских татар кладбище могло функционировать. Потом, после депортации, его, конечно, отсюда снесли, и здесь уже продолжали строиться. Это четко видно на старых планах конца 19-го, начала 20 века. Эти места такие достаточно пустые на аэрофотосъемке 41 года. Енді есе тарихны тіклемеге вақыт келді. Мезарлықның левхаларны бұрқаш вақыт евелсі таптылар. Алимлер, акимиет темсілжілері ве Қырым мұсылманларының дини дәресі адалетні тіклемеге чалышалар. Тапылған жесет қалымтылары ғарыдан дефін етілежек. Мында көмілген инсанларның қалынтыларыны, кеміклеріні алып, башқа бір ерге мұсылман адетлерімізге көре, dinimizge göre duasını okup koymektir. Çünkü dinimizge göre ve bütün dinlerge göre hem yaşayan insan hürmetke layık, hem de ölgen insan da hürmetke layıktır. Onun için biz özümüzün vazifemizni ecdatlarımızga nisbeten bu şekilde getirebiliriz ve biz onu yapacağımız inşallah. Шымды жесет қалымтылары экспертизаға yollanылған, sonra ise не ерде дефін етілежеклері ақында қарар қабул olunacak. Лилия Виджат, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Қырым Назирлер Шурасы тарафындан Каменка қасабасында пейда олған чөплік обасыны йоқ етмек үшін миллиард рубле айрылғандыр. Бұл ақта Эмир акимиетінің ресми сайтында дерчетілген. Қарарының илевесіне көре бұл ел ішінде чөплікнің йоқ етілмесіне 400 миллион рубле. 2019 сенесі есе 650 миллион рубле айрылажақ. Ондан евел айтылғанына көре бұл іштің лейхасыны япмақ үшін 1 миллиард рубле керек еді. Чөплік обасыны сықлаштырajaqlar, мақсус ортуынен қаплайjaqlar ве чоқ елі қосымліклер сачajaqlar. Каменка қасабасында яз күнлері ола білежек яңғынларының оғын алмақ себебінден рейд кечірділер. Бір күн евелсі бұл живарларда земляничная соқағында мескен евде яңғын юз берді. Ондан да башқа қасабаның түгерегінде құруытларының толу чөлер ерлеше. Яңғылыққа қаршы олған қайдылерінің бозылмасы жеде ақыбетлерге алып келе біле. Яңғын сондырыжелер ерлі сәкенлерінен қорышып яңғынлар пейда олмасы үшін нелер япмақ керек олғанына анлаттылар. Более профилактик тедбірлер ярмаданын әрбір көшесінде кечіріле. Верусия Февкуляды Назирлігінің незареті алтында болуна. Сейчас в Крыму повышенная пожарная опасность. Поэтому хочу обратить внимание всех граждан полуострова на запрет сжигания сухой растительности, а также соблюдение требований пожарной безопасности. Каменка қасабасының сәкенлері ятақханелерге шикайет етелер. Ятақхане деп олар чоқ дәрелі евлерге айталар. Более евлерні хусуси евлер құрылажақ топрақларда көтерелер. Тәфсилатлар Невбет Екелев хамызда. Ахмезжет микрорайонларындан бірінің яни Бұғырча қасабасының сәкендері пек ачуланалар. Аман-аман ербір соқақта мескен кираға беріле. Ве бұл шақси евлерде дегілді чоқ қатлы евлер. Оларының yüksеклігі ве кеңлігі күн-күнден артта. Бір бақыштан бұсадеже ятаханелер вене баш шикайет етмеге дерсіңіз, ама бұл құмшыларының айтылажақ лафлары чоқ.
вся земля здесь, насколько я знаю, и так оно и есть, она выделена в частное пользование. То есть должны быть здесь индивидуальные дома. А люди вот строят, я не знаю, сколько здесь, что это такое будет. Вот. То есть не соблюдая никаких технических норм, не соблюдая никаких экологических норм. Вот. И подключаясь на наши сети. Мы всю весну здесь сидели без воды, вот, потому что одна скважина, проблемы с канализацией, потому что канализацию ремонтировали несколько раз. Я так понимаю, что вот этот дом, он тоже сидит на нашей канализации, потому что другого водоотведения здесь нет. Бұғырча сәкененің сөзлеріне көре құрылайатқан иншаат бірден дор чоқ қатлы евге қызмет көстерген су весі жақлық ағларыны әмде канализацияны қоллана. Шымда адамлар кетірілген суны сатын алмаға мечбурлар. Ятахани эксплуатацияға тапшырылған сон есе шымды біле кранларда серек көрінген су ақта ұнытмақ керек олacak, дей Андрей Гармаш. Кене шу соқақта да бір енді құрылып біткен ве çalışқан ятахане бар. Бұ евелкі екі объекттен тахминен 1 километр ұзақлықта. Бұ бинаның қомшысы енді чоқысы идарелерге мұражат етті. Ама өзі айтқаны кебі бұның ешбір файдасы олмады. И вообще они построили, конечно, что ко мне залезли, что на государственную землю залезли. Сливную яму сделали на площадке, где должен троллейбус разговариваться. И это самое, даже парадное крыльцо у них на территории, на государственной земле. Бұйықтен бұйық ятахани пенжерелер ве дам төпесінде асылды. Емді ярықны қапатты. Кираға алғанлар есе дайыма сарғош алда чоплюк ве сигар түплеріні аяқ түбіне аталар, дей Иван Волков. Всю ночь курят, разговаривают, шумят, не дают спать ребенку. И вообще это пожароопасно. Лестница вблизи, получается, построена, а балкон вообще на крыше у меня. И вы представьте, как вот жить, когда они там постоянно пьяные, а пьянки бывают часто. Иван Егорович айтаки бұ қавғаны құруджилықның башында тынчландырмаға тырышты. Ама сайыплер Рушан ве Эльмас Аблякимовлар пек қаба жевап берділер ве бұ еркекнің пенжересі оларының ятаханесіне кедер еткені ақта білдірділер. Сөз сырасы квартираларны кираға берген тамам шу адамлар атты ось автобазасында номерлер ве одалар үшін пара алалар. Гаражлар ве автобуслар арасында яшамақ үшін оданы кираға алмақ мүмкін. Ось ішіні бақ, ама башқаларға кедер етмед деп екін чықардылар бүтін құруджилықлар или қомшу яшаған адамлар. Қырым пайтақтың акимиеті еліге яқын тоқтав ерлеріні, яғни остановкаларыны еріні деніштермеге план құралар. Бұақта шер мемориеті нақлият идаресінің басшы Анастасия Лавринова хабер етті. Оның айтқанына көре бойлы ішлер енді бұл ел башлайжақ ве бірқач ел девам етежек. Мақсус тізілген комиссия тоқтавлар олажақ ерлеріні белгілеген сон ішлер башланажақ. Ағықы жен кетех мезжетте амброзия отыны йоқ еті башладылар. Бұ от пек балабан аллергия беріп, ем сағлыққа, емде ашарлық екінлерге зарар кетіре біле. Амброзияның чечекленмесіне екі афта қалды. Ажыба мутихасыслар бұ отыны йоқ етіп етішір екенлерма, ве аллергиядан насыл сақланмаға мүмкін. Бұ ақтан Риман Тарсинованың левхасында. Сабартыден терпаларның сеслері. Ама бұ ерлерге яқын яшаған сәкенлеріні бұ сеслер ратсызламай. Чүнке амброзиямен алып барылған женг бұл әр бір адамның сағлығы. Амброзияға ұлған аллергия отқа бірінші кересі тейгенінен башлана біле. Соны секанда максус антитела пейдаула веге адлы иммуноглобулин мейданға чыға. Ана бұ теркіплер аллергияны қозғай екімлерінің тефсие еткенлеріне көре амброзия ачы башламаздан бір ай эвел максус тедави кечме керек. При начале, при манифесте заболевания многие списывают, и врачи, и больные, это на респираторную вирусную инфекцию. Потому что она очень похожа по клиническим проявлениям. И вот больные приходят, говорят, у меня каждое лето я простываю, у меня простуды, вот все болеют зимой, а я летом. Без температуры, но вот с такими катаральными явлениями. Вот это уже повод заподозрить полинос и обследовать пациента. До 1 августа желательно, конечно, за месяц, но хотя бы за 2 недели до начала цветения пациенты, у которых есть аллергия на амброзию, должны начать профилактический прием препаратов. Амброзиянен күрешні тек екімлер алып бармай әр бір саада çalışқан мутихасыслар бірлеші бұ отны йоқ етелер. Чүнке бұ отның чечекленмесіне 2 афта қала.
Ләкин утун маях амброзия чөлләре пек чох. Тек Ахмеждетнын черчевесінде 29 здания бойлы мейданчыклар бар. Махсус алетлер, химик модельлер, амброзияға қаршы балабан бір күреш açıldı. Такую работу мы проводим 3 раза за сезон. После каждого скашивания мы заливаем препаратом ураган, собираем кучи, ликвидируем эту амброзию, закапываем. Для полной ликвидации так нужно делать хотя бы 3 года подряд. Йылы амброзиянен күрешке шер мемориаты 2 миллион рублей айыра. Бірқач işçiler тақымы бұ зарарлы отны қысқа вақыта йоқ етек керек. Амброзияның зарары тек инсан сақлығына дегілді ашлық екенлеріне де зиян кетіре біле. У нас на сегодняшний момент незаконно правило благоустройства территории города Симферополя, которое предусматривает, что, вот, например, жители частного сектора на своей прилегающей территории должны самостоятельно выявлять и ликвидировать очаги на прилегающей территории предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. Потому что, конечно, самостоятельно мы это не сделаем. Амброзиянен onun селясынен күрешме керек, яғни егер максус от сепіп, оны остюрсеніз, у ерде амброзия ичде чықмас. Е 2 ел içinde бойле зарарлы от тамамынен йоқ олып кетер. Нериман Тарсинова, Дмитрий Низовой, Милет телеканалы. Шымдылық бойып малюмат саат 21 бұчуқта секележек хаберлер информацион программасына Асана Бибулаев или Қачырманыз қошмек үзре сағлықнен қалыңыз.